Екі нүктенің ара қашықтығы сфераның теңдеуі тақырыбындағы 22-де 1, 22-де 5 есептер аралығы және сонымен қатар 22-де 6, 22-де 7, 22-де 8 есептердің шығарылу жолдарын қарастырып өтеміз. 22-де 1 есепте келесі нүктеден координаталар басына дейінгі қашықтықты табыңдар. А жағдайында А нүктесінің координатасы 3, 4, 0, Ә жағдайында В нүктесінің координатасы 1, -2, 2. Бұл жағдайда біз екі нүктенің ара қашықтығын табу формуласын қолданамыз және соны жазып қоямыз. А1 А2 нүктесінің ара қашықтығы x2 квадрат турасында x2 минус x1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраты қосылған z2 минус z1-дің квадратына тең. Біздің А жағдайында координаттардың басты нүктесі бізде 10 нүктесі болса, 10 нүктесінің координатасы 0, 0, 0 болып табылады. Олай болса, екі нүктенің ара қашықтығын табу формуласын қолданамыз. Сонда АО тең турасында 3 минус 0-дің квадраты қосылған 4 минус 0-дің квадраты қосылған 0 минус 0-дің квадраты. 3-дің квадраты келесі турасында қосылған 4-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты 0-ге тең. 9 қосылу 16 тең 25-ке. 25-тен турасында 5 шығады. Сонда Адан Оға дейінгі қашықтық 5-ке тең болады екен. Ә жағдайында В нүктесінің координатасы 1, -2 және 2. ВО қашықтығын табатын болсақ, турасында 1 минус 0-дің квадраты қосылған -2 минус 0-дің квадраты қосылған 2 минус 0-дің квадраты тең турасында 1-дің квадраты қосылған -2-ның квадраты қосылған 2-ның квадраты. 1-дің квадраты 1 турасында қосылған -2-ның квадраты 4 қосылған 2-ның квадраты 4. Сонда турасында 9 шығады, 9-дан 3 болады. Олай болса, В-дан Оға дейінгі ара қашықтық 3-ке тең болды. 22-де 2 есепте берілген А нүктесінің координатасы x3, y1, z5 немесе В нүктесінің координатасы x1, y-1, z6 нүктелерінің қайсы координаталар басына жақын орналасқан деп берілген. Біз кеңістіктегі екі нүктенің ара қашықтығының табу формуласын қолданамыз. Сондықтан да А нүктесіне координаттардың басына дейінгі қашықтық АО-ны табатын болсақ, квадратурасында 3 минус 0-дің квадраты қосылған 1 минус 0-дің квадраты қосылған 5 минус 0-дің квадраты тең турасында 3-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты қосылған 5-дің квадраты тең турасында 9 қосылған 1 қосылған 25 тең турасында 35. Адан Оға дейінгі қашықтық турасында 35-ке тең болды. Енді екінші В-дан Оға дейінгі қашықтық табамыз, немесе ВО-ны. Тең турасында 1 минус 0-дің квадраты қосылған минус 1 минус 0-дің квадраты қосылған 6 минус 0-дің квадраты. Келесі турасында 1-дің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. Тең 1-дің квадраты 1, минус 1-дің квадраты 1, 6-ның квадраты 36. Үшеуін қосатын болса, квадрат турасында 38 шықты. Олай болса, АО Адан Оға дейінгі нүктенің қашықтығы турасында 35-ке тең, ол В-дан Оға дейінгі қашықтықтан кіші болады екен. Немесе турасында 35 кіші, турасында 38-ден. Олай болса, жауабы бізде А нүктесіне жақын орналасқан болып табылады. 22-де 3 есепте келесі нүктелердің ара қашықтығын табыңдар. А нүктесінің координатасы А1, А1-дің координатасы 1, 2, 3, А2-ның координатасы минус 1, 1, 1. Екінші жағдайда Ә жағдайында В1-дің координатасы 3, 4, 0 және В2-ның координатасы 3, 1, минус 4. Онда да кеңістіктегі нүктелердің ара қашықтығының табу формуласын қолданамыз. А1 нүктесіне А2 нүктесіне дейінгі қашықтықты табайық. Олай болса, квадратурасына минус 1 минус 1-дің квадраты қосылған 1 минус 2-ның квадраты қосылған 1 минус 3-дің квадраты тең минус 2-ның квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған минус 2-ның квадраты. Сонда квадратурасында минус 2-ның квадраты 4, минус 1-дің квадраты 1, минус 2-ның квадраты 4. 4 қосу 1 қосу 4 тең турасында 9-ға. Турасында 9-дан 3 шығады. Олай болса, А1 нүктесінен А2 нүктесіне дейінгі ара қашықтық 3-ке тең. Ә жағдайында В1 мен В2
ары қашықтықтан табамыз нүктелерін. Квадратурасына 3 минус 3-тің квадраты қосылған, 1 минус 4-тің квадраты қосылған, минус 4 минус 0-дің квадраты. 3-тен алсам 0, 0-дің квадраты қосылған, минус 3-тің квадраты қосылған, минус 4-тің квадраты. 0 қосу 9, қосу 16. Тең турасында 25. 25-тен 5 шығады. Олай болса, В1 нүктесіне В2 нүктесіне дейін ара қашықтық 5-ке тең болды. 22-де 4-ші есепте келесі теңдеумен берілген сфераның С центрінің координаталарын және R радиусын табыңдар деп берілген. Бұл жағдайда бізге сфераның теңдеуі берілген. Сондықтан С центрінің координатасын және R радиусын табуымыз керек. Ар жағдайында бізде x бұл жерде сфераның теңдеуін, жалпы теңдеуін жазып аламыз. Ол x минус x0-дің квадраты қосылған, y минус y0-дің квадраты қосылған, z минус z0-дің квадраты тең r квадрат. Бұл сфераның теңдеуі. Олай болса, ар жағдайындағы теңдеу бізде берілген. Шақшаның ішінде x минус 2-ның квадраты қосылған, y плюс 5-тің квадраты, z квадрат тең 9-ға. Бұл жағдайда біз r квадраттың орнында 9 тұр. Олай болса, жазамыз r квадрат тең 9-ға. Дәрежені түбірмен алмастырсам, r тең турасында 9-ға, бұдан r тең 3-ке. Бізде радиус 3-ке тең болды. Сонда центрі С нүктесі болғанда бізде формулада минус, сонда С x 2-ге тең, y минус 5-ке тең, және z квадрат болғанда ол 0-ге тең болды. С нүктесінің координатасы 2 минус 5 0-ге тең. Әр жағдайында сфераның теңдеуін жазып аламыз, және бізге берілген теңдеу x квадрат қосылған, жақшаның ішіне y минус 6-ның квадраты қосылған, z қосылған 1-дің квадраты тең 4-ке. Бұл жерде 4 r квадраттың орнында тұр, сонда r квадрат тең 4-ке. Дәрежені түбірмен алмастырсақ, r тең турасында 4-ке, r тең 2-ге. 4-тен 4 тапсақ 2-ге тең. С нүктесінің координатасы x квадрат болғандықтан бұл жерде x 0-ге тең. x 0 y минус 6-да y 6-ға тең, және z минус 1-ге тең. Олай болса, С центр болып табылатын нүктенің координатасы 0, 6 және минус 1-ге тең. 22-де 5-ші есепте центрі координаттар басы нүктесі 0, 0, 0 нүктесіне және радиусы 1-ге тең. А центрі 0, 0 нүктесінің O нүктесінің координатасы 1, минус 2, 3 нүктесіне және радиус 4-ке тең. Сфераның теңдеуін жазыңдар деп берілген. Бұл жағдайда біз сфераның теңдеуін жазып аламыз, және біздің нүктеміз О нүктесінің координатасы 0, 0, 0 және радиус 1-ге тең. Бұл жағдайда біз 0-ді қоятын болсақ, x квадрат қосылған, y квадрат қосылған, z квадрат тең 1-ге тең деген сфераның теңдеуі шықты. Екінші жағдайында бізде О нүктесінің координатасы 1, минус 2 және 3, радиус 4-ке тең. Олай болса, сфераның теңдеуін апарып қоямыз. X минус 1-дің квадраты қосылған, y қосу 2-ның квадраты қосылған, z минус 3-тің квадраты тең r квадраттың орнында 4 қойсақ, 4-тің квадраты 16. Осылай етіп сфераның теңдеуін жазамыз. 22-де 6-шы есепте 3 бұрыш төбелерінің координаталары берілген. А нүктесінің координатасы 0, 0, 2, В нүктесінің координатасы 0, 2, 0, С нүктесінің координатасы 2, 0, 0. Оның түрін анықтаңдар. Бұл жағдайда біз 3 бұрыштың төбелері берілген, олардың қабырғаларын табамыз. Қабырғаларын табу үшін А нүктесінен В нүктесіне дейін қашықтықта, және В нүктесінен С нүктесіне дейін қашықтықта, және А нүктесінен С нүктесіне дейінгі қашықтықтарды табамыз. Сол кезде бізде 3 бұрыштың қабырғалары шығады екен. Ол үшін екі нүктенің, кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. АВ тең турасында 0 минус 0-дің квадраты қосылған 2 минус 0-дің квадраты қосылған 0 минус 2-ның квадраты тең турасында 2-ның квадраты қосылған минус 2-ның квадраты. Ол деп отқан турасында 4 қосу 4. 4-ті 4-ті қоссам турасында 8 шығады. 8-ді 2 көбейтке жіктейміз, оның біреуі түбірден шығатындай. Сонда 4 көбейткен 2 деп алсам, 4-тен түбірдің алдына 2 шығады, турасында 2 алады. Сонда 2 турасы 2. Соңғы нүктенің координатасынан бастапқы нүктенің координатасын алып тастаймыз. Мысалы, высылды да осылай етіп шығарамыз. Сонда бұл қабырғада бізде ең сонда 2 турасы 2-ге тең болды. Және А нүктесінен С нүктесіне дейін қашықтық табатын болсақ, А қабырғасын дәл осы формулаға қойып, онда бұнда да ең соңында 2 турасы 2-ге тең болды. Олай болса, бізде 3 бұрыштың 3 қабырғасы АВ, ВС және АС қабырғалар тең екен, және олар 2 турасы 2-ге тең болды. Олай болса, бұл 3 бұрыштың түрі бізде
тең қабырғалы үшбұрыш болады екен. 22-де есепте А нүктесінің координатасы 1, -2, 3 нүктесі А жағдайында OX, Ә жағдайында OY және OZ координаталық түзуден қандай қашықтықта жатады? Біз OX координаталық түзуден қашықтығы бізде OXY жазықтығында орналасқан А нүктесінің қашықтығын табатын болсақ, бұл тең турасында 0-дің 0-1-дің квадраты қосылған 0-2-ның квадраты. Бұл жерде OXY жазықтығын ғана қарастырамыз. Ол жазықтықта X пен Y координаталарын ғана аламыз. Сонда 1 қосылған турасында 1 қосылған 4 тең турасында 5-ке тең болды. OX координаталық түзуден А нүктесі турасында 5 қашықтықта жатады деген сөз. Екінші жағдайда OY координаталық түзуден қашықтығы OYZ жазықтығында орналасқан А нүктесін қарастырамыз. Сол кезде оның қашықтығы 0--2-ның квадраты қосылған 0-3-дің квадраты. Бұл жерде Y және Z нүктелерінің координаталарын алдық. Сонда 2-ның квадраты 4, 3-дің квадраты 9. Турасында 13 деген қашықтыққа тең болады екен бұл жағдайда. Үшінші жағдайда OZ координаталық түзуден қашықтығы OXZ жазықтығында орналасқан А нүктесін қарастыратын болсақ, бұл жағдайда 0 квадратурасында 0-1-дің квадраты қосылған 0-3-дің квадраты. 1-дің квадраты 1 қосылған 9 тең турасында 10. Бұл жағдайда біздің А нүктеміз OZ координаталық түзуден турасында 10 деген сан қашықтықта орналасады екен. 22-де 8-ші есепте келесі координаталық жазықтықта жанайтын центрі О нүктесі координатасы 1, 2, -1 нүктесіндегі сфераның теңдеуін жазыңдар. А жағдайында OXY жазықтығы, Ә және OXZ жазықтығы, бұл жағдайында OYZ жазықтығында дейді. Олай болса, біз А жағдайында OXY жазықтығында сфераның теңдеуін, жалпы теңдеуін жазып аламыз және осы О нүктесінің мәндерін қоямыз. Сонда X-1-дің квадраты қосылған Y-2-ның квадраты қосылған Z қосылған 1-дің квадраты тең. Бұл жерде бізде радиусымыз 1-ге тең. Сондықтан да 1 болады. Екінші жазықтықта OXZ жазықтығында дәл осылай жазылады, бірақ бізде радиусымыз 4-ке тең. Радиус тең 2-ге, R квадрат болғандықтан 4-ке тең болады. Үшінші OYZ жазықтығында біз 2 дәл осылай X-1-дің квадраты қосылған Y-2-ның квадраты қосылған Z қосылған 1-дің квадраты тең болды 1-ге. Осылай етіп әр жазықтағы сфераның теңдеуін жазып шығамыз.